kredit türleri var da bizde hazırda. Biznesке birinci kadem, mahalle layıkası деген 50 milyonga şeker veriledi. 26 ayga da 24 ay lugotта бар. Аял кыздарға 25%-дан береді. Еркек адамға 25%-дан да. 2% аял қыздарға түсіріп беріп қойды. Коммерциялық қазір сондай өзгерді. 312 қарар бойынша сүйелмелерге өзгерді. Аял қыздарға 2% түсіріп берді. Кешегіне аял қыздар қола деп біздің тармақ шығарып отыр. Солар біздің бағытта солар өзгерді да, өзгерістірді. Bu yerде шаруашылық, бақшылық, хамизат бойынша істеуге болады. Пластик сатып береміз, 50 миллионға шейін пластик сатып. Бірақ кепіл несіне? Үшінші шахстың кепілімен беріледі да. Екі кепіл болады. Екі кепіл. Доход жесек, бір кепілен болады. Сотамен беру болмай ма? Сотамен 17 миллионға шейін сотамен беріп жатырмыз. 5 миллион сотамен беріп жатырмыз. 5 миллион кепілін тауып жатыр көп адамға. Айлық шығу керек қой. Ал сота, Айлық шығу. жұмыссыз болу керек. Жұмыссыз әйел қыздарға ма? Еркектерге де береді. Береміз ғой. Бірақ әйел қыздарға 25%-дан, еркек адамға 25%-дан, 2% әйел қыздар үшін жеңілдетіледі. Имтиязда бар береді. Сондай түрлеріміз бар. Төменде мысалы үшін жаңағы онлайн кредит алынып жатса, оны жұмыс істейтін адамға беріледі. Жұмыс істейді ма? Оған беріледі. Сразу келсе 10 минуттың ішінде шығып кетуі керек. Пенсионерлерге де бере ме? Пенсионерге бұрын береді, қазір пенсионерге бермей жатыр. Бұрын ана бір айдан доходтан келетін, сөйтіп шығарып береді пенсионерге. 10 миллионға шейін шығарып береді. Мен ана оқушы жаңа не ғой мына яқ. Завучный оқиды ғой, оларға беріледі, иә? Бірақ жұмыссыз да? Жұмыссыз болса беріледі. Завучный болса болады, өзін-өзі бәлдегі 375 мың төлеу керек алды. Өзін-өзі бір жылда оны бәлдеп, ертең пенсия шыққаннан сол доходқа өтесатын алады да. Сондай түрлері бар бізде.